Қасиетті қазақ даласында берекелі ауыл төрінде өнеге мен еңбек қатары өрілген шаңырақ бар. Сол шаңырақта әке, ана, бала өсіп келеді. Қандай мал бар? 4 түлік малдың өзінің пірі бар. Түйе атасы ойсыл қара, жылқы атасы қамбар ата, сиыр атасы зеңгі баба, қой атасы шопан ата. Соны есіне сақтап ал, балам. Қош келдіңіздер. Үйге қонақтар келді. Ас салып қойып едім. Балам сен қонақтардың қолына су құя ғой. Қазақтың дәстүрінде үйге келген сыйлы қонақтың қолына су құю дәстүрі бар. Жас баланың қолына құман беріп, үйге келген сыйлы қонақтың қолына су құйғызу арқылы бата алады және қонақты сыйлау әдебінде жастайынан бойына сіңіреді. Әке, немереңіз ер жетті. Маған шаруада көмектесіп, қолға су құйды. Ақ батаңызды бере қойыңыз. Ал немереміз Әлмансорға бір ақ батамды берейін. Айналайын, Алла саған қажымыз қайрат берсін, таудай талап берсін, бармақтай бақ берсін, сарқылмас бақыт берсін, өміріңде тек ұзақтық берсін. Амин. Альмансор немереміз ер жетіп қалыпты. Салтанат келініміз ас дайындап қойды. Дастархан басына жайғасайық. Қазақы ауылдың кең даласында 4 түлігін өргізіп, салт дәстүрін сақтаған өнегелі отбасы, шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала, еңбек пен бірлікті ту еткен жанұя ел болашағының тірегі. Менің әкем 8 қолы бытшылы. Менің анамның тамағы өте дәмді. Мен оларға қолғанаттым.